Сәлеметсіздер ме? Алматы облысы Ақсу ауданы Алтынарық ауылы Қаракемер орта мектебі мектепке дейінгі шағын орталығы мен коммуналдық мемлекеттік мекемесінің бастауыш сынып мұғалімі Разбаева Қарлығаш Нұрахметқызы. 3-ші сынып жаратылыстану пәні. Бөлім табиғат физикасы, жарық, дыбыс, электрлік, магниттік. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы электр энергиясы қайдан алынады. Сабақтың мақсаты электр энергиясының көздерін анықтау. Балалар, барлығымыз суретке назар аударайықшы. Үйде қандай электр құрылғылары бар? Осы құрылғылар жұмыс жасау үшін не қажет? Кәнекей барлығымыз жауап береміз. Дұрыс айтасыңдар, электр тоғы қажет. Сағаттың қоңырауы не себепті жұмыс істемеуі мүмкін? Батареясы жоқ болған жағдайда, немесе ол отырып қалған жағдайда екен. Өте жақсы, керемет айттыңдар. Батареялардың қандай түрлері болады? Саусақтық, немесе шынашақтық. Неге құрылғыға батарея орнатылады? Себебі ол энергия көзі болып табылады. Барлық құрылғылар жұмыс істеу үшін батарея керек пе? Мысалы, теледидар энергиясымен қалай қамтамасыз етіледі? Әрине, тоққа қосылады. Электр тоғы розеткаға қалай келеді? Ол электр станциясынан сымдар арқылы келеді. Жақсы балалар, қазіргі заманда адам өмірін электр энергиясыз елестету мүмкін емес. Электр энергиясы тұрғын үйді жарықтандырады, оның көмегімен түрлі техникалар жұмыс істейді екен. Өте жақсы балалар. Елімізде қандай электр энергиясы көздері бар? Батареялардағы электр энергиясы химиялық үдеріс нәтижесінде алынады. Су электр станциясы ірі өзендерге салынады. Ол су ағынының энергиясын электр энергиясына айналдырады. Күн батареялары күн сәулесі мол түсетін жерлерге орнатылады. Олар күн энергиясын электр энергиясына айналдырады. Жел генераторы желдің күшінен электр энергиясын өндіреді. Оларды жел соғып тұратын ашық жерлерге орнатады. Балалар, енді бір мына суретке назар аударайық. Егер сіз батареялардың бәрін бір жерге үйіп лақтыра беретін болсаңыз, олардан бөлінетін түрлі зиянды қалдықтардың топырақты, жер асты суларын улайтынын, буға айналып, ағзаға қайта айналып келетінін естен шығармаңыз. Күн сайын қоқыс тастайтын арнайы орындарда миллиондаған батареялар тасталады. Олардың құрамында денсаулыққа, қоршаған ортаға зиян келтіретін ауыр металдар мен қышқылдар, өзге де қауіпті заттар бар. Істен шыққан батареяларды қоқысқа тастау керектігін естен шығармайық балалар. Бүгінгі сабағымыз түсінікті болса балалар, білімімізді тексеріп көрейік. Ендеше көп нүктенің орнына қажетті сөздерді қойып, мәтінді толықтырайық. Кәнекей, электр энергиясының көздері батареялар, күн батареялары, электр станциялары, жел генераторлары болып табылады. Ең қауіпсіз электр көздері күн батареялары мен жел генераторлары. Электр станциялар қандай жерлерде болады? Су электр станциясы өзенде, жел генераторы қаладан тыс бос кеңістікте, күн батареялары үй шатырларында болады екен. Балалар, сендердің де жауаптарың дәл менікіндей болғанына сенімдімін. Сабағымыздың соңын кері байланыс арқылы ойымызды аяқтайық. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.